Hello, dear student, how are you? Language Focus 1. Let's continue our lesson. Can. Modal verb can. For ability and permission. Can деген етістікті өтеміз бүгін. Бұл қабілет және де рұқсат беру, рұқсат сұрау етістігі болып табылады. Exercise number 1. Complete the examples from the text on page 54. Бірінші жаттығуға қарап, can етістігін жазамыз. Кунг-фу скул мәтіні берілген, сол мәтінде бізде can етістігі тұр. Соны көшіріп жазамыз. For example, he can break a brick with his hand. Мысалы, ол өзінің қолымен кірпішті сындыра алады. Chinese children can go to special schools and study кунг-фу every day. Қытайдың оқушылары арнайы мектепке барып, кунг-фуды үйрене алады. It's positive sentence and the negative sentence can't болады. Болымсыз сөйлемде біз can'ді can't деп жазатын боламыз. For example, Lee can't live at home. Lee үйде тұра алмайды. They can't see their parents during the week. Олар өзінің ата-аналарын апта бойы көре алмайды. Болымсыз сөйлемде can't дейміз. Болымды сөйлемде can дейміз. Ал сұраулы сөйлемде can алдыға шығады. Can Lee break a brick with her hands? Can Lee өз қолымен кірпішті сындыра ала ма? Сонда can деген модальдық етістік алдыға шығады. Жауап берген кезде yes he can, no she can't деп жауап береміз. Екінші сөйлем. Can they break a brick with their hands? Олар қолдарымен кірпішті сындыра ала ма? Жауап берген кезде yes they can, no they can't. Я сындыра алады, немесе жоқ сындыра алмайды. Сонда can деген етістік болымды сөйлемде can болады, болымсыз сөйлемде can't, ал сұраулы сөйлемде алдыға шығады. Exercise number 2. Here write answers of the exercise number 2. You should do this exercise complete sentence. For example, I can dance, I can't write an email in English. Бұл жерде сендер can сөзін қою керексіңдер және can't. Егер істей алсаңдар can дейсіңдер, істей алмасаңдар can't дейсіңдер. Мысалы, dance деген билеу. Билей алсаңдар I can dance деп айтасыңдар. Ал билей алмасаңдар I can't dance. Сол секілді қалған мысалдарды да айтып шығасыңдар. I can write an email in English. I can't do kung-fu. I can ride a bike. I can paint. I can't play the guitar. I can't speak French. I can't swim 50 meters. Бұл жерде сөздер таныс болмаса аударып шығайын. Dance деген билеу, write an email in English. Ағылшын тілінде email, хат жаза аламын. Do kung-fu, кунг-фумен айланса аламын. Ride a bike, велосипед тебе аламын. Paint, краскамен сурет сала аламын. Play the guitar, гитара ойнай аламын. Speak French, француз тілінде сөйлей аламын. Swim 50 meters, 50 метр жүзе аламын дейді. Осы іс-қимылдарды, іс-әрекеттерді істей алсаңдар can, істей алмасаңдар can't деп айтасыңдар. Дұрыс жауабы тұр бұл жерде. Exercise number 3. Үшінші жаттығуда сұрақ қоясыңдар. Осы сөйлемдерге байланысты тағы да. Can you dance? Билей аласың ба? No, I can't. Жоқ, билей алмаймын. Енді өзің сұрақ қоясың. Can you swim 50 meters? 50 метр жүзе аласың ба? Жүзе алсаң, yes, I can. Жүзе алмасаң, no, I can't деп. Жауаптары тұр. Төртінші сөйлем. Төртінші жаттығуда exercise number 4. Сөйлем жазамыз. Онда істей алатын іс-әрекетінді жазасын, және де істей алмайтын іс-әрекетінді жазасын. Жаңағы жоғарыдағы сөздерге қарап. Мысалы, Есіл can paint, but he can't swim 50 meters. Есіл сурет сала алады, бірақ та ол 50 метр жүзе алмайды. Қалған сөйлемдер тура осылай. Кім не істей алады, не істей алмайтын осы мысалдарға қарап айтуға болады. Exercise number 5. Бесінші жаттығуда. Use my mobile phone in the classroom. Класс бөлмеде мен телефонымды қолдану. Go to bed late on school nights. Мектеп күндері
Төсекке жай жату. Wear what I want at home. Үйде не кие аламын. Сол туралы. Talking class. Класста сөйлесу. Go to bed late at weekends. Демалыс күндері төсекке жай жату. Осының қайсын істей алсаң, can деп айтасың, істей алмасаң, can't деп айтасыңдар. Мысалы, I can't use my mobile phone in the classroom, but I can talk in class. Мен класста, сынып бөлмесінде телефон қолдана алмаймын, бірақ та сөйлей аламын деген сияқты. Қалған мысалдар да осыған байланысты. Exercise number 6, 6-шы жаттығуда тағы да canға байланысты сұрақ. Өзінің сыныптасына сұрақ қоясың, осы сөздерге байланысты. Can you go to bed late at weekends? Демалыс күндері сен жай жатасың ба? Егер жай жатсаң, yes, I can. Жай жатпасаң, no, I can't деп жауап бересіңдер. Қалған сұрақтар жазулы тұр. Thank you for your attention.